Ең көп көзіміз түсетін жәндіктердің бірі құмырсқалар. Осы жәндіктің өмір сүру тәсіліне мән берсек, көптеген кереметтерге тап боламыз. Ғалымдар құмырсқалар әлемін зерттеп, олардың өмірі көптеген құпияларға толы екендігін айтуда. Бүгін біз осы құпиялар туралы айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін қарасаңыз, Алланың осы кішкентай жәндікке жасырған керемет ғажайыптарының куәсі боласыз. Құмырсқалар таудаларында күшті жұмыс тәртібі бар, ал әрбір құмырсқа өзіне тапсырылған істі адалдықпен орындайды. Біз құмырсқаларды көргенде барлығы бірдей деп ойлауымыз мүмкін, алайда олардың 12 мыңнан астам түрлері бар. Мысалы, күміс түсті құмырсқалар шөлдің құмынан өте тез жүреді. Олар әлемдегі ең жылдам қозғалатын құмырсқалардың бірі. Ыстық құммен жүру үшін секундына 1 метр жылдамдықпен жүреді. Бұл құмырсқаның жылдамдығы 100 метр қашықтықты 1 секундта 2 рет жүгірген адамның жылдамдығымен бірдей. Құмырсқалардың аман қалуына жылдамдығы ғана емес, сонымен қатар олардың күн сәулесінен қорғайтын, олардың бүкіл денесін жауып тұратын күміс шүберек талшықтары да көмектеседі. Ал бұл бал құмырсқалары сөмкелерінде тәтті сұйықтық қорын сақтайды. Бұл қор құмырсқа колониясы қолайсыз жағдайға ұшыраған кезде көмірсуларға бай тағамға айналады. Құмырсқалар әдетте қыста сөмкелерін кептіреді. Өйткені бұл кезде құмырсқалар үйірге жеткілікті азықты жеткізе алмайды. Жергілікті тұрғындар аборигендер тағамдарымен бірге тәтті талшықты тағамдарына қосып жейді және базарларда сатады. Ал бұл жапырақ кесетін құмырсқалар. Олардың күні бойы айналысатыны жапырақты кесу. Жапырақтардан басқа олар шөптерді де кеседі. Ең қызығы өздері осы жапырақтармен қоректенбейді, өйткені олар оны сіңіре алмайды. Онда олар неге бұлай жасайды? Жауабы сізді таң қалдырады. Құмырсқалардың бұл түрі егіншілікпен және фермерлікпен айналысады. Олар саңырауқұлақтарды өсіреді, ал жапырақтарды саңырауқұлаққа оғыт ретінде қолданады. Саңырауқұлақтар ұсақталған өсімдікпен қоректенеді және өседі, және құмырсқалар саңырауқұлақтарды жейді. Ал бұл құмырсқалар көбелек құртына өмір бойы қамқорлық жасайды. Құрт тәтті сұйықтық бөледі. Құмырсқалар осы сұйықтықпен қоректенеді. Басқа құмырсқалар ұсақ жәндіктерге қамқорлық жасайды. Ал бұл жәндік қоректеніп жатқанда өзінен тәтті сұйықтық бөледі. Құмырсқа майда түктерімен кішкентай жәндіктерді қытықтап, қажетті сұйықтықты алады. Ал бұл жапырақ кесетін құмырсқаларға ұқсайтын тігінші құмырсқалар. Олар жыртылған, кесілген жапырақтарды біріктіреді. Личинкалардан бөлінген жібекті жіп ретінде пайдаланады. Нәтижесінде жасыл жапырақтан жасалған шар тәрізді ұя пайда болады. Және күзет құмырсқалары шекараны қатты қорғап, оның айналасында жүреді. Тігінші құмырсқалардың қолдары өте ұзын болады. Осыған байланысты бір немесе жүздеген шағын колонияға жататын құмырсқалар қалған құмырсқалардың басқа жапыраққа өту үшін көпір жасай алады. Бірақ бұл жұмыс құмырсқалардың бұл түріне ғана тән емес. Осындай жүйелі түрде көптеген құмырсқалар бір ұя салады. Үлкен асылып тұрған құмырсқа көпірі олардың ара ұясына жетуіне көмектеседі. Неге көпір? Олар аралар ұясына қабырғадан өтіп кете алмай ма? Құмырсқалардан сұрау мүмкін емес, тек болжауға болады. Мүмкін олар қабырғадан өтіп, олжаның салмағынан ара ұясынан құлап кеткен шығар. Немесе үлкен құмырсқалар қабырғадан өте алмаған болуы мүмкін. Құмырсқалар көпір құрастырып қана қоймай, кейбір түрлері су үстінен де жүре алады. Егер олар суда жүре алмаса, су тасқынынан қорғайтын осындай арнайы қайықтар жасай алады. Мұндай тірі кеме бірнеше ай бойы жүре алады. Кейбір құмырсқалар азыққа айналып, кейбіреулері батып кетуі мүмкін. Бұның ешқайсысы маңызды емес. Патшайым аман қалса болғаны. Бұл құмырсқалар ағаш кездестіргенде олар құтқарылды деген сөз. Бұл ағаш таспаға құмырсқалары немесе сефалоттар. Олардың сыртқы құрылымы мен басы ерекше. Олардың кейбіреулерінің бастары төрт бұрышты. Шақырылмаған қонақтардан қорғану үшін ұяларын бастарымен жабады. Бұлдық құмырсқалары құмырсқалардың ішіндегі ең үлкені. Олар адам үшін өте қауіпті болып саналады. Құмырсқалардың кейбір түрлері, мысалы, қызыл бұлдық құмырсқасы, қатты тістеп, бірнеше күн бойы ауырсынуды тудыруы мүмкін. Кейбір жағдайда ал бұл аллергиялық реакция тудыруы мүмкін. Тіпті кейбір науқастарды өлімге әкелетін анафилактикалық шокты тудыруы мүмкін. Құмырсқа тодасының бір бөлігінің рөлі ұяны қорғау болып табылады. Арнайы үйретілген құмырсқалар ұяларын қорғау үшін тіпті өз өмірін құрбан етеді. Құмырсқаның бұл түрі жауға қарсылық таныту үшін иектен бастап дененің артына дейін созылатын умен толтырылған шағу безін пайдаланады. Егер құмырсқа жақ сүйегіне зақым келсе, іш басынан бұлшық еттерінің жиырылуы нәтижесінде секреция бездері пайда болады және оның уын жауға қарай шашады. Құмырсқа өз өмірін осы жерде құрбан етеді.
Құмырсқалардың барлығы ол емес. Кейбіреулері қорғану үшін құмырсқа қышқылын пайдаланады. Құмырсқалардың бұл түрі жауларын жақтарымен жарақаттайды, ал сосын жараға құмырсқа қышқылын шашады. Құмырсқа сұйықтығы жәндіктердің жүйке жүйесі мен терісін зақымдайды. Ал құмырсқалар тобын бақылау ана құмырсқаның бақылауында болады. Ана құмырсқаға сырттағы болып жатқан жағдайда жұмысшы құмырсқалар химиялық жолмен жеткізеді. Ал ана құмырсқа осы мәліметтерге сүйене отырып, егер соғыс кезінде көптеген құмырсқалар жоғалса, жаңа ұрпақтар көбейту үшін жауынгер құмырсқаларды қамтамасыз ететін химиялық заттарды шығарады. Осылайша болашақ ұрпақ аман қалады. Құмырсқалар арасындағы соғыс нағыз соғыс. Онда барлық әскери құралдар қолданылады. Олар арқылы байланыс құралдарын пайдаланады. Соғысты реттеу үшін олар бір-біріне электромагниттік толқындар жібереді. Бұл әрекетті орындау үшін сымсыз құрылғылар, сымсыз антенналарды пайдаланады. Құмырсқа ұлы Алланың құдіретін айғақтайтын жәндіктердің бірі. Олар кішкентай болғанымен ақылды жаратылыстар. Міне бөтен құмырсқа басқа құмырсқалардың ұясына шабуыл жасағандықтан соғыс болып жатыр. Бұл құмырсқалар тобы қара құмырсқаны қабылдау сезімін азайту үшін, оның миындағы өңдеуді шатастырып алу үшін екі антеннаны ұстап тұр. Қалған құмырсқалар қара құмырсқаның қозғалысын шектеу үшін артқы аяқтарын ұстап тұр. Олар осы арқылы үлкен құмырсқаны жеңуге әрекет жасауда. Егер құмырсқаларда бір-бірін түсіну келісім қабілеті болмағанда, олар үлкен құмырсқаны жеңе алмас еді. Біз мұнда құмырсқаларды әскери техника көріп тұрмыз. Ал кейбір құмырсқалар зерттеуші құмырсқалар. Олар ұядан шығып тамақ іздейді. Ол тамақ көзін тапқан бойда басқа құмырсқаларға хабарлау үшін үйге асығады. Олар қайтып бара жатқан кезде асқазанынан белгілі бір секретті шығарады және кейбір жерлерге химиялық із қалдырады. Ұяға оралғаннан кейін барлық құмырсқаларға соңынан еріңдер деп хабар береді. Осылайша зерттеуші құмырсқа басқа құмырсқаларды белгіленген жолдармен жүріп, қорек көзіне апарады. Құмырсқалардың антенналары дәм сезу, иіс сезу, ылғал мен химиялық заттарды ажырату қызметін атқарады. Құмырсқалар бұл антенналарды басқа құмырсқалар қалдырған химиялық сигналдарды анықтау үшін, олармен байланысу үшін пайдаланады. Құмырсқалар тапқандарын бөлісуді ұнататын өте жанқияр және жомарт жәндіктер. Бір отардағы екі құмырсқа кездессе, біреуі аш шөлдесе, екіншісі аузында шайнап немесе жартылай қорытылған тамақ болса, мұқтаж құмырсқаға аузындағы тамақты еш бас тартпастан береді. Құмырсқалар личинкаларын өздерінің тамақтарымен қоректендіреді. Құмырсқалар зиянды микробтар тудыратын түрлі аурулардың алдын алу үшін ұяларын және бір-бірін үнемі тазалап отырады. Сонымен қатар қара құмырсқалар инфекцияға қарсы иммунитетті шығара алады және бұл иммунитетті басқа құмырсқаларға өткізе алады. Таң қаларлығы иммунитеті бар құмырсқа өзінің иммунитетін аузы арқылы өткізеді және ол оны ауру тарамай тұрып жасайды. Осылайша отбасына қауіп төндіретін дерттің алдын алады. Дегенмен оларда кейде ауырады. Өздерін құмырсқалардың ақылды санайтын паразиттер бар. Мысалы, мына құмырсқада ауру белгілері көрініп тұр. Кордисепс деп аталатын паразиттік споралар құмырсқалардың басы мен денесінде орналасқан. Құмырсқаның ауру миы жоғарыға көтерілуіне бұйыруда. Құмырсқа түгелдей өзіні жоғалтып, паразит басқаруына өтеді. Дені сау құмырсқалар ауру құмырсқаны тез арада тауып, сыртқа шығарып тастайды. Мынаны қараңызшы. Кордисепс саңырауқұлағы өсіп шығуда. Жетілген улы споралар айналаға таралады және нәтижесінде жақын жерде жүрген құмырсқа оны жұқтыруы мүмкін. Бұл саңырауқұлақтың қауіптілігі сонша, ол құмырсқалардың бүкіл колониясын жойып жіберуі мүмкін. Тағы бір таңқаларлық жайт, құмырсқалар өлген құмырсқаларды шығарып, арнайы қабірлерге көмеді. Тіпті бұл жұмысты жасайтын шырақшы құмырсқалар да бар. Ең қызығы, бұл өлі құмырсқадан жұғуы мүмкін болған ауруды сезген шырақшы құмырсқалардан арақашықтық сақтайды және олар уақытының көп бөлігін тодадан тыс жерде өткізеді. Бұған қоса құмырсқалар тіпті ауруды қалай емдеу керектігін біледі. Құмырсқалардың арасында тек шырақшы ғана емес, химиктер де бар. Олар смола мен тамыр шығаратын қышқылдарды араластыру арқылы дәрі дайындайды. Ғалымдар алынған қоспаның құмырсқадағы паразиттік саңырауқұлақтарды емдей алатынын, аурудың таралуын тежейтінін анықтады. Көзге көрінбейтін ұсақ талшықтардан жаралған бұл тіршілік иелері адам сенгісіз құбылыстарды көрсетеді. Құранда құмырсқалардың да адамдар сияқты бір-бірін қорғап, қолдау көрсететін қауым екені айтылған. Жоғарыдағы Нәміл сүресінің 18-ші аятында құмырсқалардың арасындағы әңгіме баяндалған.
قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Уа құмырсқалар, дереу ұяларыңа кіріңдер. Сүлеймен мен қалың әскер сендерді байқамай таптап кетіп жүрмесін деп жан ұшыра жар салды. Құмырсқалар феромондар арқылы байланысады, бірақ бұл олардың дыбыс шығармай жасайды дегенді білдірмейді. Керісінше, құмырсқалардың дыбысы олардың орнына қарай әртүрлі. Мысалы, жұмысшы құмырсқа осындай дыбыс шығарады. Ал әскер құмырсқа бұндай. Және бұл патшайым құмырсқалар нәзік тербелістерді де анықтай алады. Олар құбыжық немесе қандайды бір қауіптен туындаған дыбысты байқағанда шабуылға дайындалады. Ұрғашы құмырсқаның құмырсқаға ескертуі аяттағы нәмләтүн, яғни ұрғашы құмырсқа кәлимасында айтылған. Расында құмырсқа Алла тағала жаратқан ғажайып жаратылыс. Құраны Кәрімде осы кішкентай жаратылыстың атымен тұтас бір сүре бар. Өзі кішкентай болғанымен жасайтын жұмысы кішкентай еместігіне көзіңіз жеткен болар. Бұл туралы Алла тағала Құранның Нәмл, яғни құмырсқа деген сүресінде былай деген. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. Міне бұл барлық нәрсені кемеліне келтіріп, мінсіз етіп жасайтын Алланың шеберлігі. Шүбәсіз, ол не істеп, не қойып жүргендеріңнен толық хабардар.